Осыдан 4 күн бұрын біздің үйде стройка басталған болатын. Енді 3-4 ай көлемінде жұмысшыларға түскі астарын жасап беретін боламын. Бүгінгі менюда ораманнан әдеттегідей оны маған жасауға көмектесетін Kenwood ас үй көмекшім. Көмекшім қамыр елеп жатқанда мен ораманнанға қажетті картоп, пияздарын ашып, жуып тазалап алдым. Мына пияздар балғын пияз болғандықтан ба өте ащы екен, ашып біткенше көзімді жасауратып жіберді. Содан кейін осындай Kenwood'тың кубикорезка деп аталатын насадкасында тез-тез 1 минуттың ішінде картоп пен пиязымды турап алдым. Үстіне фаршын, қойдың құйрығын және де тұз бұрышын салып осылай араластыртып алдым. Одан кейін иі қанып тұрған қамырды осылай жайғызып алдым. Ешқандай да жабыспайды және де күшті де қажет етпейді. Жанында тек бақылап тұрсаңыз болғаны. Келесі кезекте ішіне салмасын салып 45 минутқа пісіруге қоямыз. Осындай керемет техниканы алғыңыз келсе бота промокоды арқылы 1 маусымға дейін алып үлгеріп қалыңыз, себебі 1 маусымнан бастап Kenwood'тың бағасы 700 мыңға өседі.